Армысыздар, құрметті телекөрушілер. Эфирде Арқанюс ақпараттар қызметі. Студияда мен Орасхан Зейнолла. Алда бүгінгі күннің басқа жаңалықтармен бөлісеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Қаламыздағы нөмірі 5 мектепте қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәнібекұлының 95 жылдығына орай шағын көрме ұйымдастырылды. Ол туралы алда баяндаймыз. Қаламыздағы Мұхтар Әуезов атындағы нөмірі 5 мектеп қабырғасында көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәнібекұлының 95 жылдығының құрметіне арналған тағылымды шағын көрме ұйымдастырылды. Тағылым мен тәрбиені ұштастырған бұл шара оқушыларға ұлттық құндылықтарды дәріптеудің жарқын үлгісін көрсетті. Көрменің басты мақсаты жас ұрпаққа рухани мұраны насихаттап, ел тарихындағы ерекше тұлғалардың еңбегін таныту. Көрмеге келген әрбір жанды алдымен қайраткердің өмір жолынан сыр шертетін фотосуреттер қарсы алады. Мұнда оның түрлі кезеңдердегі қызмет барысындағы сәттері, мәдениет пен өнерді қолдаудағы еңбегі бейнеленген. Өзбекәлі Жәнібекұлы қазақ халқының салт-дәстүрі мен тарихи жәдігерлерін жаңғыртуға өлшеусіз үлес қосқан тұлға. Ол ұлттық мәдениеттің дамуына айрықша еңбек сіңіріп, қазақ руханиятының қайта түлеуіне ықпал етті. Сондай-ақ көрмеде қайраткердің өз қаламынан туған кітаптар мен ол туралы жазылған құнды еңбектер қойылған. Солардың қатарында Санжар Керімбайдың «Мәдени майдан» атты кітабы да бар. Бұл еңбекте Өзбекәлі Жәнібекұлының ел мәдениетін өркендетудегі жанқиярлық қызметі, рухани майдандағы табанды күресі кеңінен баяндалады. Оқушылар кітап беттерін парақтай отырып, тұлғаның қайраткерлік болмысын тереңірек тануға мүмкіндік алды. Көрменің бір бөлігі ұлттық нақыштағы бұйымдарға арналған. Мұнда қазақтың қыз-келіншектеріне тән әшекейлер, сырға, білезік, алқа, шашбау секілді зергерлік бұйымдар қойылған. Бұл әшекейлер халқымыздың эстетикалық талғамын, нәзік өнерін айқындайды. Әрбір бұйым тарихтан сыр шертетін үнсіз шежіре. Оқушыларға олардың жасалу ерекшелігі мен әшекейдің тәрбиелік маңызы айтылды. Сонымен қатар мектеп оқушыларының ұлттық тақырыпта салған суреттері мен қолөнер туындылары да көрменің көркін арттырды. Қолөнер бұйымдарында ою-өрнектің сан алуан түрі бейнеленіп, қазақы болмыс айқын көрініс тапқан. Кейбір оқушылар киіз үйдің макетін жасап, енді бірі домбыраның бейнесін кестелеген. Бұл жұмыстар балалардың шығармашылық қабілетін дамытып қана қоймай, олардың ұлттық мәдениетке деген қызығушылығын арттыра түскенін байқатты. Шара барысында ұстаздар мен оқушылар Өзбекәлі Жәнібекұлының ел тарихындағы орны жайлы ой бөлісті. Бұл көрменің бастапқы негізгі мақсаты осы қоғам қайраткері, мемлекеттік осы мәдени майданның майталманы Өзбекәлі Жәнібектің жалпы өмір баянымен, еңбек жолымен, қызметімен толықтай таныстырып, болашақ ұрпақтың қазақ жерінің, қазақ даласында өсіп келе жатқан қаракөз қазақтарымыздың сол кісі туралы толықтай ақпарат білуі, дәріптеу мақсатында құрылып отыр. Өзбекәлі Жәнібек бұл жалпы ол кісіні білмейтін торғай даласында азамат жоқ деп айтуға болады. Себебі Өзбекәлі Жәнібектің еңбегі бұл бүкіл тарих тұтастығы, тарихымыздың жандануына, ұлттық мәдениетіміздің қалыптасуына үлкен үлес қосқан азаматтардың бірі. Өзбекәлі Жәнібек бұл ең алғашқы рет осы торғай даласындағы, торғай балаларының ең алғашқы рет жаңағы білім алуына септігін тигізген, құлдырап бара жатқан қазақ халқының қайтадан аяққа нықтыруына өзіндік көмегін, септігін тигізген азаматтың бірі. Қорыта айтқанда, мектеп қабырғасында ұйымдастырылған бұл көрме рухани жаңғырудың нақты көрінісі. Ол оқушыларға өткенін танытып, ұлттық мұрасын құрметтеуге жол ашты. Өзбекәлі Жәнібекұлы сынды тұлғалардың өмірі мен еңбегін насихаттау келешек ұрпақтың санасына елдік пен бірліктің дәнін себері сөзсіз. Орасхан Зейнолла, Нұрислам Абдысалық, Арқанюс ақпараттар қызметі. Қаламызда қазақ күресінен ерлер мен әйелдер арасында облыстық чемпионат өтті. Оған 4 қала мен 8 ауданның палуандары қатысты. Арқалық қаласындағы Қайрат спорт кешенінде қазақ күресінен ересектер мен әйелдер арасында облыс чемпионаты өтті. 1 наурызында бастау алған байрақты бәсеке өңір спортшыларының басын қосып, ұлттық спорттың мәртебесін асқақтатты. Салтанатты ашылу рәсімінде спортшылар сап түзеп, еліміздің әнұранын шырқады. Бұл сәт жарысқа қатысушыларға ерекше рух беріп, жанкүйерлерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Жарыстың ашылу салтанатында қала әкімінің орынбасары Мешітбай Жұманов құттықтау сөз сөйлеп, қатысушыларға сәттілік тіледі. Ол өз сөзінде қазақ күресінің
ұлт рухын көтеретін, жастарды батылдық пен төзімділікке тәрбиелейтін спорт түрі екенін атап өтті. Бүгінгі чемпионаттың басты мақсаты облысымыздың қазақ күресін дамыту, дарынды спортшыларды анықтау, олардың шеберлігін шыңдату, алдағы болатын республика жастарды облыс намысын қорғайтын үздік құрамына құрастыру. Сондықтан бұл жарыстың маңызы ерекше. Облыс чемпионатына қатысушы қала, аудандардың спортшылары мен жаттықтырушыларға алғысымды білдіремін. Боз кілемге шығатын әр балуанға сәттілік, әділдік, белдесу, күрес тілеймін. Ең мықты жеңіске жетіп көрерменге қатысты әрі әсерлі белдесулер сыйласын. Ұлттық спортшының өркендей берсін. Көп туымыз желбірей берсін. Облыс чемпионатына Қостанай облысының 4 қаласы мен 8 ауданынан келген 100-ге жуық спортшы қатысуда. Олар 8 салмақ дәрежесі бойынша өзара мықтыны анықтады. Атап айтқанда Қостанай Рудный, Лисаковск, Жітіқара қалалары мен Қостанай Қамысты, Федоров, Бейімбет Майлин, Әулиекөл, Амангелді, Жангелдин аудандары және Арқалық қаласының құрамалары боз кілемде белдесті. Жарыстың маңыздылығы ерекше, өйткені бұл бәсеке биыл қараша айында Ақтөбе қаласында өтетін республикалық чемпионаттың іріктеу кезеңі. Яғни облыс намысын қорғайтын үздік балуандар дәл осы сайыста анықталады. Тобыл-Торғай тарландары Қазақ күресі федерациясының директоры Бақытжан Әскербекұлы қазақ күресінің жыл сайын қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Оның айтуынша өңірде ұлттық спортқа деген қызығушылық артып, жас палуандардың қатары көбейіп келеді. Жасқа қатысушылар, ардақты бапкерлер және де қатарлы жанкүйерлер мен қонақтар, бүгінгі аппарат өтіп отырған Қостанай облысының ересектер мен әйелдер арасындағы чемпионатқа қош келдіңіздер. Аталмыш жас қараша айында Ақтөбе қаласында өтетін республикалық чемпионаттың іріктеу кезеңі саналады. Сондықтан Тобыл-Торғай өңірінде қазақ күресі соңғы жылдары қарқын алып жатқан тағы да бір сол чемпионатта жақсы өнерлеріңізді көрсетесіздер деген сенімдеміз. Және де рұқсат етсеңіздер, бүгінгі іс-шараны пайдалана отырып Тобыл-Торғай тарландары клубында 2 жыл аянбай өнерін көрсеткен кәміл кедей бауырымызды ортаға шақырып, Чемпионат аясында мерейлі сәтте орын алды. 2 жыл қатарынан Тобыл-Торғай тарландары клубының намысын абыроймен қорғап келген Медет Қамиевке құрмет көрсетілді. Ол осы клуб сапында спорт шебері дәрежесіне жетіп, бүгінде бапкерлік қызметке ауысқан. Ұлттық дәстүрге сай, оның иығына шапан жабылып, көпшілік алдында алғыс айтылды. Бұл жас спортшыларға үлгі болатын тағылымды сәт болды. Жарыстың бас төрешісі Мереке Рыздықов қатысушыларды жарыс ережесімен таныстырып, белдесулердің өту тәртібін түсіндірді. Сайыс барысында спортшыларға арнап ән күйден шашу шашылып, ұлттық рухты көтеретін өнер көрсетілді. Облыстық чемпионат жоғары деңгейде ұйымдастырылып, тартысты белдесулерге толы болды. Әр салмақ дәрежесінде балуандар өз шеберліктерін, қайсарлықтары мен төзімділіктерін паш етті. Жанкүйерлер тартысты кездесулерге куә болып, спортшыларға қызу қолдау көрсетті. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер кубоктармен, медальдармен және арнайы дипломдармен марапатталды. Ең бастысы, бұл чемпионат ұлттық спортты насихаттап қана қоймай, жас буынның спортқа деген қызығушылығын арттырып, салауатты өмір салтын ұстануға үндейтін маңызды шараға айналды. Оразхан Зейнолла, Нұрислам Абдысалық, Арқанюс ақпараттар қызметі. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Кезекті орыс тіліндегі жаңалықтарға береміз. Оны әріптесім Виталий Саяпин жалғайтын болады. Алда ауа райы болжамымен таныс болыңыздар.